Сәлем достар, мен бүгін сіздерге өте дәмді королевский атты салатымды жасайтын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен бисмилля деп алманың қабығын ашып аламыз. Төркінін осындай жіңішке көзінен өткізіп аламыз. Алмамызды төркінін жіңішке жағынан өткіздік. Енді үстіне майонез жібереміз. Майонездің осылай шетін қиып аламыз. Менде мында кішімішті әбден жуып кептіріп алдым. Салатымыздың үстіне жіберетін боламыз. Алмаға араластырып жіберсеңіздер де болады. Үстіне де азғантай майонез жібереміз. Енді менде мында майға қуырылған картошка осылай әдемі болып сарғайып, қышырлап пісті. Салатымыздың үстіне жіберетін боламыз. Қуырылған картопымызды салдық, үстіне майонез жібереміз. Салатымыз дайын болып қалды. Енді осының үстіне қайнатылған свекланы төркінін осындай көзінен өткізетін боламыз. Свекланымызды салдық, енді осының үстіне де әдемілеп майонез жіберетін боламыз. Үстіне грецкий орехты төркіден өткізіп салатын боламыз. Қыздар, мен салатым дайын болды осылай. Менде осындай шикі сәбіз бар. Қызыл, сары, осыдан оформление жасайтын боламыз. Ол үшін маған осындай терка керек болады. Бүгінгі менің жасаған өте дәмді қыз-келіншектердің сүйіп жейтін салаты королевский атты салатым дайын болды. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.